Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Рахманова Айжан Асылханқызы Шульте әдісі минутқа оқыту авторлық бағдарламасымен таныстыратын боламын. Авторлық бағдарламалар басқа бірдей баламасы жоқ оқу бағдарламалары. Олар автордың берілген оқу пәні бойынша курстың мазмұнын анықтау концепциясына негізделеді. Авторлық бағдарламаларды оқыту процесіне енгізу келесі кезеңдерден тұрады: апробация, сынақтан өткізу, бекіту және рецензиялау. Егер рецензияда ескертулер болса, немесе бағдарламаны апробациядан өткізу барысында кемшіліктер анықталса, онда бағдарлама сын ескертулер бойынша толықтырулар енгізілгеннен кейін бекітілетін болады. Оқу курсының бағдарламасының құрылымдық элементтері, яғни титулдық бет, түсініктеме, оқу пәнінің мақсаттары мен міндеттері, пәнді меңгеру деңгейінің талаптары, оқу тақырыптық жоспары, оқу курсының тақырыптарының мазмұны, практикалық сабақтар, білімді меңгеру деңгейін бақылау, мұғалімдерге ұсынылатын әдебиеттер тізімі және пәннің оқу әдістемелік қамтамасыздандырылуы. Жылдам оқу ол әдеттегіге қарағанда тезірек оқу емес. Жылдам оқу оқығанды түсіну, есте сақтау және де оқу дағдысын қалыптастыру, миларын дамытуға түрлі жағдайлар жасап, ойлау қабілеттерін дамыту. Оқу дағдысын дұрыс қалыптастыру үшін мынандай талаптар қойылады: оқу техникасы, яғни дұрыс, тез қабылдау және сөздерді дыбыстау. Екіншіден, мәтін мазмұнын түсіну, яғни негізгі ойды мазмұнын ажырату. Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Өйткені оқу техникасын жетілдірмей, түсіну, дұрыс оқу жүзеге аспайды. Оқушының оқу жылдамдығының төмендігі әрбір мұғалімнің проблемасы. Оның жұмысын тежейді. Оқушының оқу үлгеріміне кері әсер етеді. Стандарттық талаптарға сай емес, сауатты оқуға және мәнерлі әдемі оқуға кері әсерін тигізеді. Осы туындаған проблеманы шешуге мынандай әдіс-тәсілдерді ұсынамын: жөн сілтеу, оқыту, мәлімет беру, қолдау көрсету, шара қолдану және де осындай әдіс-тәсілдерді біз қолдана отырып, оқушының дыбысты, буынды, сөзді, сөйлемді анық, дауыс ырғағын дұрыс сақтап оқуын, оқуға деген сүйіспеншілігін, эстетикалық талғамын және оқырмандық мәдениетке қызығушылығын көре аламыз. Бағдарламаны құрастыру барысында мынандай нормативтік құжаттарды пайдаландым. Сілтемелер көрсетілген, қарап шықсаңыздар болады. Және әрбір сыныпта оқушылардың оқу керек нормасы көрсетілген. Жылдам оқу ол әдеттегіге қарағанда тезірек оқу емес. Жылдам оқу оқығанды түсіну, есте сақтау, миларын дамыту, түрлі жаттығулар жасап, ойлау қабілетін дамыту. Мәтінді тез оқуға машықтану үшін мамандар Шульте кестесінің арнайы жаттығуларын жасауды ұсынады. Бұл жаттығулар әдістемесі ауқымды көруді жақсартуға, бірден оқылатын мәтін санын арттыруға және оқуды жеделдетуге бағытталған. Шульте кестесімен жаттығуды 2-3 апта бойы 20-30 минуттан кем дегенде 3-4 рет жұмыс жасау қажет. Шульте кестесі бойынша бірнеше шығармашылық тапсырмалар орындауға болады. Яғни, цифрларды өсу ретімен тауып алу, кему ретімен атау цифрларды және де тақ жұп сандарды өсу, кему ретімен атау, цифрларды кезектесіп санау.
Келесі алдарыңызда осы бағдарламаның 34 сағатқа арналған күнтізбелік жоспары және де осы тақырыптық жоспарға арналған жұмыс дәптерімен таныстырғым келеді. Яғни мұнда әрбір тақырыпқа тапсырма, мәтін, тапсырма және де Шульте кестесімен жұмыс жасау ұсынылады. Шульте кестесін цифрлар бойынша болмаса әріп бойынша алуға болады. Өздеріңіз көріп отқандай, барлық тақырыптар бойынша міндетті түрде мәтін, сол мәтін бойынша тапсырмалар және де міндетті түрде Шульте кестесі берілген. Мысалы, біреуін түсіндіре кетсем, мұнда ортада сары түсте Т әріпі тұр. Осы Т әріпіне қарап отырып, басқа жан-жағындағы әріптерді рет-ретімен айту ұсынылады оқушыларға. Яғни, көзімізді тек осы ортасындағы әріпке ғана қарап отырамыз. А, Ә деп басқа әріптерді рет-ретімен айтып шығамыз. Және де келесі слайдта өзімнің осы Шульте кестесін әдебиеттік оқу және де қазақ тілі пәндерінде пайдаланған сәттен көріңіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.